тақырыбы 38-39 параграф. Жүйке жүйесінің бөлімдері жылым және ми. Балалар, бүгінгі сабақта біз жүйке жүйесінің компоненттерін анықтаймыз. Сабағымыздың мақсаты балалар орталық және шеткі жүйкесімен таныстыру, жылым және мидың құрылысымен қызметімен түсіндіру. Енді балалар арнайы бізге жұмыс жасау үшін қазір видео материалға назар аударыңдар. Видеоға анатомиялық құрылысы жағынан біз жүйке жүйесі, орталық жүйке жүйесі, қысқартылған түрде 10-шы және шеткі жүйке жүйесі деп екіге бөле аламыз. Бас миы жүйке талшықтар арқылы біріктірілген екі жарты шағырында. Бас миының көп бөлігі сорзат түзетін жоғарғы қабаттан тұрар. Оны ми қыртысы деп атайды. Көптеген қатпарлары мен ойыстары болғандықтан, оның бетінің ауданы біршама үлкен болады. Ми жарықшарларының әрқайсысы ойыстар арқылы 4 бөлікке бөлінген. Маңдай, төбе, самай және шүйде. Бас миының қыртысындағы нейрондар тобы маңдай бөліктегі қозғалу орталығы, самай бөліктегі есту орталығы, төбе бөліктегі сенсорлық орталық және шүйде бөлігіндегі көру орталығы сияқты бас ми қыртысының көптеген түрлерін қалыптастырады. Бас миы қыртысының кейбір түрлері ішкі мүшелер мен мінез-құлықтың тиісті жұмыс істеуін қадағалайды. Гипоталамус бұл бас миының маңызды бөлігі. Онда жылу реттеуші, метаболикалық қызмет, ашық сезімі және тоқтық сезімі сияқты еріксіз қызметтер орталығы орналасқан. Гипоталамус нейрондары ең жоғары эндокринді без гипофиздің секрециясымен жұмыс істеуіне реттейді. жақсы, бұл мидың құрылысы бойынша болатын видео. Келесі. Біздің жүйке жүйеміз орталық жүйке жүйесі және вегетативті жүйке жүйесі болып екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесінің негізгі компоненттері ми мен жұлын. Вегетативті жүйке жүйесі 12 жұп бас сүйек және 31 жұп жұлын жүйкелерінен тұрады. Жатыр мойны аймағында жұлыннан 8 жұп жүйке шығады. 12 жұп кеуде жүйкелері, 5 жұп бел жүйкелері, 5 жұп сегіз көз жүйкелері мен 1 жұп құйымшақ жүйкелері бар. Жұлын омыртқаның бел аймағында аяқталады. Жылқы құйрығы жұлын жүйкелерінің шоғыры. Жұлын жүйкелері орталық жүйке жүйесі мен дененің басқа бөліктері арасында ақпаратты тасымалдауға жауапты. Жұлын тізе рефлексі сияқты көптеген рефлекстердің орталығы болып табылады және миға көтерілетін және одан түсетін жүйке талшықтарын қамтиды. Жұлын омыртқалармен қорғалған. Жүйкелер омыртқалардың көлденең өсінділерінің үстінде пайда болады. Омыртқа аралық дискілердің серпімділігі жұлынның икемділігін қамтамасыз етеді. Жұлын және ми сонымен қатар ми қабығы деп аталатын мембраналардың 3 қабатымен қорғалған. Сыртқы қатты қабат, өрмелі және жұмсақ қабаттар. Өрмелі зат өрмекші қол тәрізді құрылымы бар жұқа мембрана. Ол талшықты ұлпадан тұрады және құрамында ми жұлын сұйықтығы бар. Бұл сұйықтық орталық жүйке жүйесін қорғайды, механикалық қорғанысты қамтамасыз етеді және мидың таза салмағын азайтады. Жұлын сыртқы ағзаттан және жүйке жасушаларының денелігінен тұратын сор тәрізді орталық аймақтан тұрады. Жүйке талшықтары ағзаттың жолдарын құрайды. Көтерілу жолдарында денеде пайда болатын сенсорлық талшықтар, ал түсу жолдарында мида пайда болатын қозғалтқыш талшықтары болады. Ағзаттың түсі жүйке талшықтарын жалатын миының қабығына сорзаттың алдыңғы мүйізінде қимылдық нейрондардың жасушалық денелері орналасқан. Қозғалтқыш талшықтары деп аталатын қимылдық нейрондардың аксондары жұлыннан алдыңғы тамыры арқылы шығады. Сенсорлық талшықтар сорзаттың артқы мүйізіне артқы тамыр арқылы енеді. Орталық канал жұлын сұйықтығымен толтырылған. Ол мидың қарыншалық жүйесімен тығыз байланыста болады. Омыртқа аралық дисктер екі негізгі бөліктен тұрады.
талшықты сақина және гидрол глюкоза. Қартайған сайын талшықты сақина икемділігін жоғалтады және осал болады. Бұл жұлын дисклерде жарық пайда болуының қаупін арттырады. Омыртқа аралық диск жарығы жұлын жүйкесіне немесе жұлынның өзіне қысым көрсетуі мүмкін. Бұл ауырсынуды, ұйқышылдықты, парестезияны, рефлекторлық бұзылуларды және параличті, сондай-ақ вегетативті функциялардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Жұлын дискісінің жарығын жаттығулармен, артқы жақша табу арқылы немесе хирургиялық араласу арқылы емдеуге болады. Енді балалар осы алған мәліметке және оқулыққа сүйене отырып, қазір біз сендерден тапсырма орындаймыз. Енді қазір балалар топпен жұмыс жасаймыз. Балалар сендердің алдарында дайындап қойған плакаттар бар, иә, ішінде посттары. Сіздерде үлкен ми сыңарлары, қараңыз қашамыз, үлкен ми сыңарлары бірінші параграфты жазамыз. Мына жерде жаңағы мидың құрылысын жазамыз, иә, білеміз. Мына жерде аттардың қызметтерін жазамыз. Жөппен жазамыз. Тақтада, иә, топпен Сендерді жұлын. Және жұлынның құрылысы мына жерде пока что бөліп алыңыздар, жазып, сосын жабыстырасыздар, иә? Сіздерде мидың құрылысы балалар. Әр дене стикерлер бар. Әрбір мидың бөлігіне жабыстырып, жүзбен атқаратын нәтиже стикерге жазасыздар, иә? Бөліп алыңыздар. Қандай алады? Балалар, жетілген уақыт беріледі, уақыт тесттары. балалар уақыт не? Жетпей. Уақыттарыңызды сайын қосыңдар. Анықтамалар бар, енді бөліктен ғана.
2,5 минут үйүнү So'nggi minutlar. So'nggi minutlar. Diametr шамамен 1 сантиметр, жолы 30 сантиметр.
әрбір сегменттен аралас жекені құрайтын алдыңғы және артқы екі түбірден басталатын жол аралас жолын шекелері шығарады. Алдыңғы түбірлерді қозғалтқыш талшықтар, ал артқы түбірлерде сезімтал талшықтар құрайды. Артқы түбірлерде сезімтал нейрон денелерінен құралған төмпештер жеке тиімді болады. Қандай қызмет атқарады екен? Біріншісі қызметі екіге бөлінеді. Бірінші қызмет шеткі, екіншісі ортақ. Негативті парисимпатиялық, орталық екіге бөлінеді. Ми мен жұлын және салмақ симпатиялық. Сомалық және симпатиялық. Құрылысының бір мүшесі. Мынау қазір ол 12 мүшел. Мынау жеке тиімдері. Ал мынау алдыңғы түбір. Жақсы. Жалпы неше сегментте тұрады жылы? Жылының болысында неше сегмент? Әрине, сегментте тұрады. Так, келесі. Екінші топ. Көру қабылдау аймағы видео бөлігіне жатады. Есту аймағы заман бөлігі. Иіс сезу және дәм сезу орталығы төбе бөлігіне. Тері бұлшық сезім аймағы. Қозғалыс аймағы маңдай бөлігі. Ассертивті аймақтар мөлшер бөлігінде жатыр. Енді құрылысы. Қандай бөлікке бар? Төбе бөлігінің ортасында орналасқан. Төбе бөлігі центрде орналасқан. Иіс сезу және дәм сезу орталығына жатады. Ал маңдай бөлігі ол мидың мынау жағында орналасқан. Ол сонда қозғалыс аймағына жатады, яғни аяқ, қол қозғалысына. Ал мынау жақ мишық, ол ассоциативті аймақтарда жатады. Сопақша ми центрдің астында орналасқан. Ол қозғалыс аймағына жатады. Самай бөлігі мында орналасты. Ол есту аймағына жатады. Жақсы. Ол ми бөліктері, екінші топтікі, ми бөліктері. Ал үшінші топ? Үшінші топ бізде ми құрылысына макетмен көрсетеді. Ми құрылысының және олардың атауларын айтады. Тақырып шығады. Балалар, мидың құрылысын шашып тастап, балалар үнді мизыңарының бөліктерін көрсетеді. Қандай бөліктерден тұрады екен? Төбе бөлігі жұлын, шөлдерінің торпақ бөлігі, ал осы өлімнің ал бұл мидың төртінші қарашасы. Ми және мидың үшінші бөлігі.
cevap verdi to'g'ridagi. Qanday olay bo'lib keldi? Meni qanday? Shu yerga turib Sesingizga saylanadi. O'chirib, Neden bo'lib keladi? Maktadan ko'rsatib darsin bolalar. araliq mi, qo'rqinisi qarindashasi, shunday Shuyde bo'ladi. Bolalar endi jana biz uyning qurilishi, uyning ulkan sing'orlariмен tanishdik, uyning qurilishiмен және жылынуnya buning bari bizde jeki jiyani kuraytın bölümler. Endi hozir bizning algan bilimimizni qo'riqlao uchun taxtaga nazar audaraylik. Сәйкестігін табамыз. Шығып жауап беруге болады, я. Ең бірінші сұрақ, мына жерде бізде анықтамасы терминдер, бұл анықтамасы. Бүкіл жылым бойында өтеді. Не өтеді? Ойланамыз. Алдыңғы миды не түзеді екен? Bir segment var. Endi mына жерде сөздерді табамыз. Бұл жерде сендерге мына сөздерді мына әріптердің арасында табу керек. Абай алтын, абай бір әріптің ана басасыздар, абай болмай шығады. Абай бешкен шақыры абай болмай шығады. Абай болмай шығады. Значит,
Апай, срать, апай. Ой, молодец. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Отырыңдар, отырыңдар, сіздер. Енді бізде қалып жылын өзгерді. Жеке самай көру жылын өзегі. Бір қысымда балалар барып тартынып не дейміз? Емдеген жоқ. Енді шеге самай жылын өзегі 4 жазба жылын. Молодец. Жарайсың. Отыра ғой, басқа балаларға қарасын. Жылын өзгерді, жылын самай үш сөз бар. Жылын және самай сөзі қалды. Соңғы сөз самай. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді сіздердің алдарыңызда бағалау парақтары жазылып, фамилиясымен жаңағы бар бүкіл тапсырмаларды қалай орындады соны жазыңыздар. Бағалау парақтарын қайсаңыздар тапсырамыз, иә? Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың кері байланыс жасап жүрейік, иә, сабағымызға жасылды басамыз, каждый бір баладан шығып, иә, ұламаса қызылды және орташа болса сары цветті түсті басамыз. Жасыл бұл, иә, бір балаға жетеді, бұл жерде 15 бала, бәрі басамыз.
Апай жұмысына. Молодцы. А, не.